Сәлем балалар, ана тілі пәнінен 60-шы сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын өтеміз. Балалар, сөз дегеніміз не, есімізге түсірейік. Сөз балалар дыбыстардан құралады. Сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Сөз заттың, құбылыстың атауын айтамыз. Сөз мағынасына қарай, мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы бір-біріне жақын сөздер, дыбысталу бірдей, мағынасы әр басқа сөздер болып бөлінеді балалар. Балалар, бірінші жаттығуға қарайықшы. Бірінші жаттығу, мәтінді оқы. Дидар ұқыпты бала. Дидар күнде ерте тұрады. Терезені ашып, бөлмесінің ауасын тазартады. Төсегін өзі жинайды. Киімі үнемі таза болып жүреді. Дидар ұқыпты, тиянақты бала. Балалар, мәтіннен мағынасы жақын сөздерді табайықшы. Жақсы, жарайсыңдар, ұқыпты, тиянақты деген сөздер. Балалар, сендер де Дидар сияқты ұқыпты, тиянақты бала болыңдар. Жақсы ма? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі балалар, екінші жаттығуға қарайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мақта? Ол өсімдік. Сен досыңды мақта. Қой жайылып жүр. Кітапты орнына қой. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Осы жерде біз жазылуы бірдей, мағыналары әр түрлі сөздердің астын сызайық балалар. Мақта, дұрыс айтасыңдар. Келесі қой деген сөздерде. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, келесі балалар, біз үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу, сөздердің қарсы мағыналы сыңарын тап дейді. Ұзын, қысқа. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі үлкен, кіші. Дұрыс балалар. Келесі әлсіз, күшті. Жақсы балалар, жарайсыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау болыңдар балалар.